Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте пайдалы, дәруменге толы қызылша салатын жасайтын боламыз. Бізге керегі піскен қызылша, сыр, грек жаңғағы және сарымсақ керек. Осыларды үккіштен өткізіп аламыз. Қызылшамызды өткізіп алдық. Енді сырымызды осылай майдалап өткізіп аламыз. Осылай грек жаңғақтарымызды өте ұсақтап турап аламыз. Осылай грек жаңғағын да қосып аламыз. Осылай бәрін араластырып аламыз. Осы салаттарды жасап көріңіздер, өте оңай, тез әрі дәруменге толы. Менің жасаған салаттарым ұнап жатса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді екінші салатымызды бастаймыз. Оған осылай піскен қызылшамызды ұзатқыштан өткізіп аламыз. Ұсақта өткізіп алғанымызға мейіз қосамыз. Осылай грек жаңғағын ұсақтап турап аламыз. Теркадан өткізіп алсаңыздар да болады. Мен осылай пышақпенен турап аламын. Осы турап алғанымыздың салаттың үстіне бал қосамыз. Осылай қаймақ немесе йогурт қосып алсаңыздар болады. Мен мұнда қазір йогурт қостым. Балаларға өте жақсы, әрі дәруменге толы. Міне салатымыз дайын болды. Осының бетіне енді осылай әсемдеп күнжіт дәнегін сеуіп қойсаңыздар болады.